Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бүгін песочное тестоның рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Бұл песочное тестомен яблочный пирог пісіреміз. Менің инстаграм каналыма тіркеліп қойыңыздар. Видеоның төбесіне жазып қоямын. Яблочный пирогтың ссылкасын описанияға қалдырамын. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майды салып, қант қосып миксерлейміз. Сосын 2 жұмыртқаны салып, тағы да жақсылап май ерігенше миксерлейміз. Егер де сіздің майыңыз еріп, жақсы араласатын болса, тестаңыз шашыраңқы болып, әдемі болып пісетін болады. Бұл тестомен кез келген пирогты жасай беруге болады. Өте дәмді және тез дайындалады. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, тіркеліп қойыңыздар. Осы дайын болған массамызға ұн мен қамыр қопсытқышты қосып араластырамыз. Қамыр қопсытқышты ұнға салып араластырамыз, сонда тестамыз воздушный болып, жұмсақ болып піседі. Басында осылай миксерлейміз, сосын қолмен илейміз. Бұл тестаны дайындап 2-3 күн холодильникке қойып, или морозильникке қатырып, 2-3 күні тесто қолдана беруге болады. Осымен біздің песочное тестамыз дайын. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.